Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мұхтарбек Қызағаркел. Механика математика факультетінің есептеу ғылымдары және статистика кафедрасының 3 курс студенті. Және де мен Абылай Бірғаным, механика математика факультетінің 3 курс студенті, есептеу ғылымдары және статистика кафедрасының студенті болып боламын. Біздің матрициялық есептеулер атты жобамызда ең алдымен жобаның құрылымы туралы бізге Ақерке айта кетсе. Біздің негізі таңдап алған тақырыбымыз матрициялық есептеулер. Негізгі біздің жобамыз бірнеше құрылымдардан тұрады. Бірінші бізде жобаға деген кіріспе, одан кейін матрицалардың анықтамалары және матрицаларға қолданатын негізгі операциялар, матрицалық көбейту және қосу операцияларының параллельді есептеу алгоритмдері, және де бағдарламамыз өзіміздің жасаған, және де сол бағдарламаның эксперименттік бөлімі және қорытындыдан тұрады. Кіріспеге тоқталатын болсақ, матрицалар мен матрицалық амалдар әртүрлі процестерді, құбылыстарды және жүйелерді математикалық модельдеуде кеңінен қолданылады. Матрицалық есептеулер көптеген ғылыми және инженерлік есептеулердің негізін құрайды. Матрицалық қолдану салалар ретінде есептеу математикасы, физика, экономика және де тағы да басқа көптеген салаларда қолданылады. Тиімді матрицалық есептеулердің маңыздылығын ескере отырып, көптеген стандартты бағдарламалық жасақтама кітапханаларында әртүрлі матрицалық операцияларға арналған процедуралар бар екенін айта кетейік. Келесі бізде матрицаның анықтамасына тоқталайық. Матрицалар бұл статистикалық талдауларда жиі кездесетін сандармен толтырылған үлкен тікбұрыштар және олармен есептеу әдеттегі сандармен бірдей жұмыс істемейді. Матрицаларды сызықтық теңеулер жүйелерін шешу құралы ретінде ғана емес, оларды енді тәуелсіз объект ретінде де қарастыруға болады. Мәселен, оларға қарапайым арифметикалық амалдарды, яғни матрицаларды қосу, азайту, көбейту, транспонерлеу, кері матрицасын табу, скалярға көбейту операцияларын жүзеге асыруға болады. Келесі кезекте операциялар туралы әріптесім Ақерке айта кетсе. Негізгі матрицалық операциялар өте көп, жаңағы Бірғаным айтып кеткендей, но бірақ біз солардың ішінде екеуін ғана алдық. Бірінші матрицаларды қосу операциясы, екінші матрицалық көбейту операциясы. Бізде көрсетілгендей А матрицасы берілсін, А ИДЖ элементтен тұратын, және Б матрицасы берілсін, Б ИДЖ элементтерден тұратын. Сол элементтердің қосындысы С ИДЖ элементтен тұратын матрица шығады, С матрицасы. Сол бізде А және Б матрицаларының қосындысы болып табылады. Ал матрицалық көбейту кезінде біз қатар санын баған санына көбейту арқылы екі матрицаны көбейте аламыз. Біздің жасаған бағдарламаның негізгі бөліктері туралы айта кетсек, бағдарламаның негізгі бөліктері: бірінші, бағдарламаны бастамас бұрын MPI-ді іске қосып, деректерді анықтап аламыз. Бастапқы процесс үшін бізде матрицалардың өлшемін береміз, және де матрицаға қолданып отырған операцияларды қосамыз. Сосын әр процесс үшін жолдар санын анықтаймыз. Әрбір матрицаның локальды және толық матрицаларды процесстерге бөлеміз. Локальды операцияларда, локальды бөліктерде әр бөлік өзіне тиесілі бөліктерді ғана есептеп, операцияларды орындайды. Барлық процесстердің нәтижесін соңында жинап, сол нәтижені біз файлға шығарамыз, және файлда әр матрицаның есептеу уақыттары шығады. Келесі бізде матрицаға көбейту және қосу операцияларын параллельді есептеу бағдарламасы. Ақерке бірінші және екінші бөлігін айта кетсең. Ең бірінші біз есептеуімізді бастамас бұрын, программамызды бастамас бұрын қажетті кітапханаларды енгізіп аламыз. Бізде нәтиже файлда шығу үшін сол файлды шығаратын функцияны енгіземіз, және де міндетті түрде MPI процесін бастаймыз. Әрбір процесс үшін сол процестің жалпы санын береміз, және де әрбір процесске өзінің индекстерін береміз. Енді бізде есептеу уақытын шығару үшін, MPI-дің есептеу уақытын шығару үшін MPI WeTime-ды қолданып, жаңағы MPI-дегі есептеу уақытын шығарамыз. Келесі бізде int n, char
OP арқылы біз матрицаның көлемін, яғни матрицаның өлшемін енгіземіз, және де матрицаға қолданылатын операцияның өзін енгіземіз. Осы жерде біздің енгізген матрицамыздың өлшемі мен операциясын MPI bcast функциясы арқылы root процесінен барлық процеске таратамыз. Және де осы жерде шарт бар, яғни біздің енгізген матрицамыздың өлшемі біздің процессорларымыздың санына бөліну керек. Яғни егер біз 4 процеске бөліп есептейтін болсақ, онда біздің матрицамыздың өлшемі 4 процеске бөлінетіндей өлшемді таңдауымыз қажет болады. Егер бөлінбесе, бағдарлама тоқтайтыны жайлы айтылған. Келесі 4-ші бөлігінде әр процесс өңдейтін жолдар санын анықтаймыз және матрицаларды бөлеміз және оларды кездейсоқ сандармен толтырамыз. Яғни біз бұл жерде А, Б, С динамикалық массивтерін алдық. Осы жерде А матрицасы бізде процесстерге бөлінеді, С матрицасы да процесстерге бөлініп есептелінеді, бірақ Б матрицасы толық матрица ретінде қарастырылады. Себебі бізге көбейту операциясын орындайтын кезде А матрицасының қатары Б матрицасының бағанына көбейтіліп, соңында қосылып есептелу керек болады. Сол үшін біз Б матрицасын толық матрица ретінде алып, оны кездейсоқ сандармен толтырып, MPI bcast арқылы Б матрицасын толық матрица ретінде басқа процессорге жібереміз. Келесі 5-ші бөлікке кетсе. Келесі 5-ші бөлікте бұл бізде негізгі бөлігіміз, яғни бұл жерде матрицаларды қосу және көбейту операциялары орындалып тұр. Бірінші for циклына қарайтын болсақ, бұл циклдың ішінде ең бірінші матрицаларды көбейту процесі орындалып тұр, ал екінші for циклдың ішінде матрицаларды қосу процесі орындалып тұр. Енді бұл кезде біз жаңағы бір ғанының бөлігінде матрицаларды каждый локальды бөлікке бөліп алдық. Енді сол локальды бөлікті біз толық матрицаға, то есть жинап аламыз. Бізде ең бірінші float A global және float C global көріп тұрғандарыңыздай бос болып тұр. Енді біз соның үшін каждый бөлікте жиналған нәтижелермен толтырамыз. То есть MPI gather функциясы арқылы С жаңағы шыққан нәтижелерін С global толық матрицаға жинаймыз. Және де нәтижелерді файлға шығарамыз. Бұл жерде файлда А және Б, С матрицаларын шығаруды береміз print.mc арқылы. Және де MPI WeTime көріп тұрып, мына жерде MPI reduce функциясы бар. Сол MPI reduce функциясы арқылы матрицалардың есептеу уақытын шығарамыз. Соңында жадын босатып, MPI процесін аяқтаймыз. Яғни осы жерде біздің MPI WeTime бізде әр процестің есептеген уақыттарын бөліп есептейді. Яғни сол әр процестің есептелген уақыттарын біз MPI reduce арқылы суммасын қосып, максималды уақытын шығаратын боламыз. Келесі бөлікте бізде эксперимент өткен. Эксперимент жайлы ақыр кете кетсе. Біз эксперимент жасадық қосу және көбейту операцияларына. Бұл эксперименттің біздегі негізгі мақсаты матрицалық есептеулерді параллельдеуде екі түрлі операцияны, яғни көбейту және қосу операцияларының өнімділігін, тиімділігін зерттеу болады. Эксперимент барысында матрица өлшемдерін аз және көп өлшемді беріп, соның нәтижесінде біз эксперимент жасадық. Біріншінде біз n өлшемді матрицамызға n-ге біз 128 өлшемін бердік, және сол өлшемде екі матрицаны қосу және көбейту амалын орындау керек. Бізде кестеге қарап отырсақ, қосу процессорын есептеу көбейту процесіне қарағанда бір қалыпты орындалған болып көрініп тұр. То есть не үшін олай? Себебі бізде қосу операциясы тұрақты түрде өзгереді, себебі ол қарапайым арифметикалық әрекет болғандықтан. Процесс саны артқан сайын оның есептеу уақыты азайып тұр, қосу процесі болған кезде. Ал көбейту процесі болған кезде ол жерде бір қалыпты өзгеру жоқ. Қарап отырсақ, ол жерде өзгерісі қосуға қарағанда тұрақсыз болып табылады. Қорытындылай келсек, осы n процесінде, яғни n өлшемінде, 128 өлшемде каждый процессорда бізде есептелгенде тұрақты болып тұрған бізде қосу операциясы, ал тұрақсыз біркелкі емес болып тұрған бізде ол көбейту операциясы.
Келесі бізде ол n 1024 өлшемде, оны бізде бір ғана түсіндіріп кетсе. N тең 1024, яғни үлкенірек өлшемін алып көрдік. Және де осы өлшемдерді 4, 8, 16, 32 процеске бөліп есептеген кезде біздің көріп отырғанымыздай көбейту және қосу операциялар нәтижелері, яғни есептеу уақыттары әртүрлі болып шыққан. Үлкен матрица болған кезде көбейту операциясының уақыты процесс саны артқан сайын біртіндеп артады. Яғни процестерде бөліп есептеген кезде көбейту операциясы уақыты да артып келеді. Яғни біркелкі емес уақыты артып тұр. Ал қосу операциясы жақсырақ орындалып тұр, бірақ 16 процесс кезінде бірден артып кеткендіктен ол да біркелкі емес есептеліп тұрғанын байқаймыз. Қорытындылайтын болсақ, үлкен өлшемде екі операцияда идеалды масштабталмайды. Бұның себебі процессорлар арасындағы байланыстың шығыны, синхронизация және де жадқа қол жеткізу шектеулері арта түсетінін әсерінен біздің осылай көбейту және қосу операцияларымыз біркелкі емес орындалып тұр. Осылайша біз көбейту операциясының үлкен көлемде көбейту операциясын қосу операциясына қарағанда бірқалыпсыз, яғни біркелкі емес болып есептелетінін көріп отырмыз. Және де мына жерде эксперименттің графиктері туралы көрсетілген. Ол туралы Ақерке айта кетсе. Бұл графикте бізде бірінші графикке қарайтын болсақ, бұл бізде n өлшемі 128 болған кездегі матрицаларды қосу және көбейту операцияларының салыстыру графигі болып табылады. Графиктегі көк сызық бұл бізде қосу операциясының есептеу жаңағы сызығы болатын болса, то есть графигі болатын болса, ал қызыл сызықта бұл бізде көбейту процесс операциясының графигі болып табылады. Енді бірінші суретке қарай отырып, бізде біркелкі бір қалыпты орындалып тұрған бұл бізде қосу операциясы екеніне көз жеткізе аламыз. Ал көбейту операциясы бұл есептеу кезінде жаңағы айтып кеткендей тұрақсыз екені осы жерде графикте көрініп тұр. Ал екінші графикте бұл жаңағы n көлемі 1024 болған кездегі матрицаларды қосу және көбейту операцияларын салыстыру графигі. Бұл графикке қарайтын болсақ, бұл жерде тұрақтырақ болып тұрғаны көбейту процесс операциясы болып тұр. Оны біз жаңағы графиктен көрсек болады. Бұл көбейту процесінің графигі қызыл сызықпен берілген. Ал бізде тұрақсыз болып келіп тұрған бұл бізде қосу операциясының графигі болып табылады. Қорытындыны бізде бір ғаным айтып кетсе. Қорытындылай келетін болсақ, біз матрицаларға арналған операцияларды тек бір ғана процессорда ғана емес, параллельді бірнеше процессорге бөлу арқылы үлкен өлшемді матрицаларды тез әрі жылдам есептеп шығаруды жүзеге асыра алатынымызға көз жеткіздік. Біз осы параллельді есептеу үшін MPI-Bgaz, MPI-Gather және MPI-Reduce бағдарламасы үшін MPI-Bgaz, MPI-Gather, MPI-Reduce функцияларын қолданған болатынбыз. Яғни біз осылайша матрицаны қолмен ұзақ уақытта есептегеннен көріп, осылай бағдарлама арқылы тез әрі жылдам есептеп шығару бізді осы алгоритмдерді параллелизациялау тақырыбын ашатынына сенімді болып, осы тақырыпты таңдаған едік. Назарларыңызға. Сонымен қатар айтып кететін болсақ, матрицаларды біз аз өлшемді матрицаны кәдімгі алгоритммен есептеуге де болады, бірақ бізде параллельді есептеу барысында көп өлшемді матрицаларды есептеуге болатынын көре аламыз. Яғни не үшін есептей аламыз? Себебі оны бірнеше бөліктерге бөліп жолдарын каждый процессорға тарқату арқылы көп өлшемді то есть матрицаларды есептей аламыз. Мына жерде біздің пайдаланылған әдебиеттеріміз көрсетілген. Осылайша біздің жобаны қорғауымыз соңына жетті. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.